Ассалаумағалейкумдер. Volkswagen Jetta ол көлікте. Көлік 3 айдан бері тұрған. Көлік қызбайды. Ешқандай белгі жоқ, аварийный. Барлығын істеп көрген, компьютер ауыстырып көрген, чип салып көрген менің алдымда. Бірақ ешқандай нәтиже бермеген. Үшін ашып сөгілген. Бұл бірнеше электриктерге барып қайтқан көлік. Барлығын ауыстырылған, каса, кілт, иммобилайзер тұтас бір көліктен салып барлығын ауыстырған, бірақ ешқандай нәтиже бермеген. Сондықтан бұнымен де мен 1,5 апта, 2 аптадай жағаласқан болатынмын. Көлікте қандай проблема бар? Көлікте бізде катушка мен бензонасос қосылмай алған. Ол иммобилайзердің проблемасы деп айтсақ та болады. Кілт ашқан кезде мына кілттің суреті өшпеген тіпті. Былай қуамыз, ешқандай проблема кетпеген. Сондықтан чип кілттің ішінде чип бар екен. Соны барлығын дұрыстап қыздырып қараған болатынбыз. Чипті қайта оқыған болатынбыз, компьютерді қайта орнатқан болатынбыз, оқыған болатынбыз. Көлік міне ешқандай кілт жібермей тұр. Стартерге бермейді. Сондықтан қазір жаңа код жазып көретін болам. Бұл GM Motors'тан сайтынан осының өзінің ақпараттық схемасын тауып алған болатынмын. Соны жазып қарап көретін болам. Содан кейін нәтиже шықса видео түсіп қыздырып көретін боламыз. Нәтиже шықпады әліге шейін. Плюс барлық қосылып тұр. Бізде форсунка катушкалары, барлық модуль зажиганиелер бәрі қосылып тұр. Бәрі дұрыс деген сөз. Бірақ ешқандай көлік қызбай тұр. Компьютер масса барлығы дұрыс. Жаңа енді кодымызды енгізіп бастаймыз. Қазір кодты енгізіп болғаннан кейін көлікті бісмілләді бір қыздырып көретін боламыз. Кодты өзгерткен болатынбыз, чипті. Қазір көрек, қыздырып кілтін аштым. Көлік қызды, от алды. Проблема бұда, мына магнитофонның кодын жазбай, көлік қызбайды екен. Мен өзім таң қалдым, негізінде ондай жоқ сияқты еді. Чип, иммобилайзер барлығы тіп-тіке дұрыс болғанымен, мына иммобилайзердің қызыл светі болды ғой. Осының кодын жазбай, көлік қызған жоқ, еш нәтиже берген жоқ. Кодын жазып бәрін істеп едім, көлік қаққаннан қызып тұр. Сонда 3 ай жағаласқанымыз, менің 1,5 апта жағаласқаным мына магнитофоннан болып шықты проблема. Мінекей достар, дәл осындай проблемаларды кездеседі. Сондықтан мен оны мақтанып жатқан жоқпын. Қыздырдым деп тек біліп жүріңдер, мобильный магнитофоннан да шыққан болатын ошибка проблема. Кодын енгізбей, мына защита болғасын доступ бермейді екен. Вактар, Volkswagen'дер естеріңізде болсын, Audi Volkswagen'дерде. Менде негізі сенгісіз зат айтсаң, бірақ менде дәл сондай проблема болды. Сондықтан баршаңызбен қоштасам, келесі видеоға дейін лайк басып, білген комментарийіңізді жазып кетіңіздер. Не ойлайсыңыз осы проблема туралы? Мен міндетті түрде жауап беретін болам. Бұл жерде мен мотористім. Ол қазір форсунканы қарайтын болады, катушканы. Сондықтан моторын жағаласып береді. Міне мастер Орекең деген. Бұл кісі қазір катушканы табатын болады. Қазір бір цилиндр жасамай тұр ғой бізде. Қашып тұр ма? Болды онда. Значит, свечін ауыстырады да. Көлікті жіберетін боламыз.
Рахмет баршаңызға да.